Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір мен азаматтарға қызмет көрсету бөлімінің алдында тұрмын. Шиелі аудандық мына жерде көріп отырсыздар. Мына жерде мына Жандарбеков Айтбай, мына соның алдында тұрмын. Мына жерде такси тұратын жер болып ашылған. Мына енді бастапқы орнын ауыстырып, Ғабит Аманжол, сендердің астарында бір джиптен бар, бір иномаркадан бар, бензиндерің жетеді, шоферларың бар. Ал біз не істеуіміз керек сонда? Біз өмір бақи өстіп бейшара болып өтуіміз керек па өмірден? Неге ауыстырдыңдар орнын мекеменің? Мына жерден қатынау қиын болып жатыр қазір таңда. Осы мәселені мен Нәлібаевтың назарына ұсынамын. Әлде де осы соның мекемесін орталыққа көшіруді сұраймын. Мына жерде қазір неғылып отырмын, түсіріп отырмын қазір. Мына жерде заңмен көмек беруді сұраймын. Қатынау оңай болмай қалды бізге. Қиын болып қалды қатынау. Мына соннан. Нәлібаевтың назарына ұсынамын. Прокуратураның назарына ұсынамын. Енді жаңағы кім кетіп қапты ғой жаңағы? Қаратаев. Мына Қаратаев деген. Орында кім прокурор екенін мен білмеймін. Мына жерге келіп, қатынау қиын болып отыр. Қатынау мәселесі. Жандарбеков Айтбай, Тұрабаев Мұрат, Жібек Баймұратова. Істейміз. Қазір мен күтіп тұрмын. Жаяу барамыз ғой, жаяу барып шаршаймыз ғой. Жұмыс бітпейді. Екі ортада бар, кел. Қазір заңның өзінің несі қиындап жатыр қазір. Күнде өзгеріп жатыр заң. Не істейміз? Осын шешіп беруді сұраймын мен. Нәлібаевтың, сосын облыстық прокуратура және аудандық прокуратураның назарына ұсынамын. Қатынау қиын болып отыр. 250 теңге дейді жол пұлы. Такси. Ал анау газельдер ілуде бір келеді. 150 теңге алады екен газельдер. Осы мәселені шешіп беруді сұраймын жоғары жақтан. Өйткені инвалидтерге, төмен отбасы, мұқтаж кісілерге қиын болып отыр қатынау. Документация жағы қиын ғой, енді ол бітпейді. Әрі кел, бері кел. Документация жағы база істемей қалады. Сондай кезде әсіресе қиын болып отыр бізге.